Бүгін қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Біз деген сағат 8:30-да, 8-де тұрып, мына 10:30 деген бізге кәдімгі түскі уақыт болып жатыр. Ойпырмай. Қайта-қайта түкіріңіздерші. Тіл көзден сақтасын. Бір нәрсе сындыру керек болса, сындырайық айналайындар. Ана қазақ мүшел жасқа келгенде қимас сатыңды біреуге беру керексің дейді ғой. Беру керек болса берейікші осы жағдай үшінші. Бала шағаның бәрі кешкі сағат 10-да, 9:30-10-да уже жатып, таңертең 8-де ұйқысынан тұрып батыр ғой. Ойпырмай. Бұндай жағдай осы балалар өмірге келгелі болмаған біздің үйде. Құдайдың мейірімі түсіп бізге деген. Осындай бір керемет күнді бұйыртып жатыр. Де кішкене ренжіп, заман емес, адам өзгерген, дүние тар емес, адамның пейілі тарылып бара жатыр деп біраз өкпе ренішімді айтып едім. Өзімнен де бар шығар енді. Иттің өзі киіміңе қарап үретін заман деп бекер айтпаған ғой. Алқам-салқам болып шыққан жайымыз бар енді көшеге. Енді қай әйелдің болсын, жаны сұлулыққа, әдемілікке, әсемдікке құмар. Оған ой жетсе де кейде уақыт жетпейді. Уақыт жеткен кезде қалта көтермейді деген сияқты әркім көрпесіне қарай көсіледі ғой. Солай біраз өкпемді айтып едім. Қазір мен мынау әлеуметтік желіде ақша тауып, түрлі жобалар жасап, қаражат тауып, бірақ ақшаның дәмін көргеннен кейін арандары ашылып, көп асайым деп боғасап жатқандар туралы айтқым келіп жатыр. Мысалы, әлеуметтік желіде блогерлер, басқа да эксперттер қалай ақша табады? Яғни тауар сату арқылы, өзінің білімін сату арқылы, яғни халыққа қызмет көрсету арқылы ақша табады. Ең бірінші блогерлер мынау гиф дейді ғой, оқырман жинау. Сондаймен ақша тапты. Жаңағы көтер алмайтын шоқпарды белдеріне байлап, өте көп уәделер жасап, халықтың ұтқан сыйлықтарын бермей, пейілдері тарылып, жаңағы бес саусақтарын аузына бірдей тығып, мешкейленіп. Ол гифтің де дәуірін бітірді. Ол гифке халық қызықпай қойған жоқ, халық барынша қолдады. Керісінше сол халықтың сеніміне селкеу түсіріп кетті да біраз блогерлер. Солай бір құмалақ, бір қарын майды шіртіп, гифтің де дәуірі бітті. Онымен қазір ақша жасау тоқталды. Бір уақытта барлықтарыңыздың көздеріңіз ашық, көкіректеріңіз ояу, ашық сөйлесейікші. Мен үнемі шындық жақта екенімді білесіздер ғой. Бір уақытта ойбай мынаншама менің досыма тіркел, үй, көлік, ақша, ойбай айфон болып бітті, бәрі. Оның да дәуірі бітті. Одан кейін ойбай елдің бәрі қайырымды жан болып бітті. Қайырымдылық жасап кетті елдің бәрі. Ол жерде де жаңағы халықтың мейірімін, қазақтың аңқаулығын пайдаланып, қазір өздеріңіз көз көріп құлақ естіп жүр. Не бір қыздар, жігіттер, боқтары сұйылып, артынан өтіріктің құйрығы бір тұтам деп, өтіріктер ашылып жатыр. Ал оның зардабын шын мұқтаж отбасылар тартып жатыр. Обалы кімге? Оның да дәуірі бітті. Былай қарап тұрсаңыз. Оны да бітірген халық емес, сол халықтың сенімімен, сезімімен ойнағандар. Ал біз неге ырыстармия қайырымдылықты тоқтаттық? Біз о баста қайырымдылықты бастаған кезде біздің мақсатымыз 100 отбасы болды. Біз діттеген жерімізге жеттік. Кез келген автобусқа мінерде сенің аялдамаң болады, мінер аялдамаң, және түсер аялдамаң болады. Яғни сен өзіңе қажет жерге жетесің. Біз солай жеттік, айттық, жасадық. 100 қазақ баспаналы болды. Одан кейін сатқыштар көбейді. Тауар сатқыштар. Осы сатқыштарда қазір үндері өшіп, ойбай көзге ілініп қалмайын деп, індеріне кірген тышқан сияқты бәрі бастарын бұғып отыр. Неге? Себебі көзге түскеннің көтінен түсетін уақыт болып отыр қазір. Қызғаныш деген андай бір қызыл ит, кейбір іштарлардың ішін тырнап өліп бара жатыр. Ойбай ол көп ақша тауып қойды, ойбай ол ананы жеп қойды, мынаны ішіп қойды деп. Мынау бес саусақ бірде емес деп барлық халыққа бірдей тіл тигізуге болмайды.
жаңағы анадан ала да туады, құла да туады дейді. Бір анадан мінезі әртүрлі, 5 бала болса 5 түрлі бала өмірге келеді ғой. Баланы өмірге әкелесің, бірақ мінезін қоса келмейсің. Қызым үйде, қылығы түзде деп. Бар елдің ішінде сондайлар да. Бірақ елдің солай ойлауына түрткі болып жатқан кімдер? Тағы да осы басында тұрған сатқыштар. Жарысады ғой бір-бірімен ше. Аудиториясы жоқ. Ел сенетін лицосы жоқ. Ақша беріп жинап алған аудиторияларына сеніп, ойбай, мен 5 машина ойнатам десе, келесі одан озу керек. Болмайды. 10 машина. Біреуі 5 квартира десе, біреуі 10 квартира. Ол машина, квартираның барлығы ешкімнің әкесінен қалған мұрасы емес. Әкесінен ондай мұра дүние мүлік қалып жатқан адам үйтіп елдің алдына ақтер көктер болып бір нәрсе сатып шықпайды. Шүкір бар, ақшаң болса қалтаңда, талтаңдасаң талтаңда деп екі қолын қалтасын салып ап, ел аман жұрт тыныш болсын, шүкір қарным тоқ, көйлегім көк деп кекіріп қойып жүреді. Ал анау 5 машина, 10 машина, 5 квартира, 10 квартира, 20 квартира деп атқандар, сол машина квартираның сыйлықтардың ақшасын қайдан табады? Сол тауарды сату арқылы табады. Дәл солай, ол өзінің тауар сатып жатқанын ұмытып кетеді да, анау сыйлыққа мән беріп, солай көзге түсіп, қазір нау біраз блогердің артында біраз адам жүр. Бәріне түрлі жақтан хат кеп жатыр, тексеріс кеп жатыр, сол үшін үндері өшіп отыр. Мысалы қараңыздар, мен бір кушон сатам, Кушонға қойылған бағаның жартысы өз бағасы жеткізу ақысымен, одан сенің 500 теңге төлейтін салығың бар, налогың бар деген сияқты. 500 теңге сол тауарды упаковка жасап жеткізіп жатқан жігіттер, қыздардың еңбек ақысы. 500 теңге сенің өзіңнің табу керек, сенің қалтаңа түсу керек табысың, ал 500 теңге сол сыйлықтың ақшасы да. Мысалы, кез келген адам бір нәрсені сататын кезде есеп-қисаппен ойлану керек. Мен так бір машина қойып жатырмын ба? Демек, әр кушонның үстінен 500 теңге қойсам, сонда бір көліктің ақшасын шығару үшін маған 5000 кушон сату керек. Екі көліктің ақшасын шығару үшін 10.000 кушон сату керек деген сияқты әркімнің есеп-қисабы болу керек. Біз есепті ұмытамыз да жарысамыз бір-бірімізбен. Озып кету керек қой. Соң мойнына біреу алтынан алқа тағатындай. Содан кейін де сіздер былай ренжіп жатасыздар, ойбай, мен неге ұтпайым деп ше. Неге ұтпайсыз? Себебі, енді Құдайдың қалауынсыз қурайда сынбайды дейді ғой. Алла нәсіп етіп, бұйыртып қойған жандар енді сыйлығын алып жатыр. Сәл Құдайдан қорқатын адам, сәл шүкіршілігі бар адам, осы күніме де шүкір, осылай Алла несібе беріп жатыр, осылай халық қолдап жатыр. Енді жақсылыққа жамандық деген жауап болмайды, жақсылыққа жақсылық деген жауап болады деп, ісін дұрыс істеп жүргендер болса, әрине, жаңағы бұйырған адамдар алып жатыр. Ал неге сізге кезек келмей бұйырмай жатыр, Себебі, қараңыздар, 20 квартира, 10 квартираның ақшасын ақтау үшін қаншама тауар сатылу керек, ойлаңыздаршы сіздер. Бір квартираның құны орта есеппен 20 миллион теңге болғанның өзінде. Қазақта бір қатынның қырсықтығы 40 есекке жүк болады дейді да. Дәл солай бір адамның, бірнеше адамның ойланбай жасаған әрекеттері айналасындағы енді білек сыбанып кірісіп, мынау өмірге өкпемді айтып, етегімді жасқа толтырып отыра бермей, тәуекел түбі жел қайық, өтесің де кетесің, уайым түбі тұңғиық, батасың да кетесің деп батуға емес, керісінше алға қарай ұмтылған, қаншама іс жасаймын, әрекет етемін деп жүрген адамдарға зиян тигізіп жатыр. Біздің қазақтың бір жаман қасиеті айналасымен жарысып өледі да. Ана өзімен күреспейді, өзімен жарыспайды. Солай бұл сауданың да дәуірін бітіріп жатыр. Әләуләйлім таусылса, хәләуләйлім тағы бар деп, бұдан кейін де тағы бір нәрсе басталады. Адамнан айласқан ба, адамнан қулық қалған ба, әйтеуір бір нәрсе басталады. Дегенмен де негізі әдемі басталған дүниенің әдемі нүктесі қойылса жақсы да.
Осы тарапта мен блогерлер бар, осындай сатқыштар бар, эксперттер бар, саудамен айналысып жатқан жандар бар, халықпен жұмыс жасап жатқан жандар бар. Айналайындар, адам деген сәл аяз би әліңді құмырсқа жолыңды біл дейді. Сондай өздеріңнің жолдарыңмен әлдеріңді біліп жасаңдар жасайтын нәрселеріңді. Және де кез келген адам не істедім, не істеймін, не істеп жүрмін деген нәрсеге басын тік көтеріп, жауап бере алатындай іс атқару керек. Сол менің үлкен өтінішім, айналайындар. Дұрыс жүрейікші, дұрыс жасайық. Жарысуды тоқтатып, ойбай деп өмірлеріңде жеті аталарың көрмеген дүниелерді сыйлыққа берем деп үйтіп өсей бермеңдерші. О сыйлықтың бәрінің ақшасын шығару керексің ғой, жаным-ау. Ана блогерге реклама бересің, мына блогерге реклама бересің. Қазір тегінге мысық бетін көрсетпейді. Тегін деген нәрсе жоқ бізде қазір. Оның бәрі ақша. Эфир өткізіп сататын болсаң, оның өзі ақша. Көбірек сату үшін, жарнама жасау үшін, жаңа акция жасап, маркетингтік акция дейміз, ойбай деп, сыйлық деп, ойнатайық деп. О сыйлықтың бәрі ақша саған тегінге келмейді. Ол ақшаның бәрі сен қалтаңда жоқ, сен ана тауар сатып табу керексің. Бар болса отырар едің ғой үйіңде. Дұрыс жүрейік, дұрыс тұрайық. Жаңағы сөз бар ғой, жердің астында тыныш жату үшін жердің бетінде тыныш жүру керек деп. Таза істейік та бәр нәрсені. Қазақта өткенде Рысбала Экранбай неге біраз уақыт жоқ болып кетті. Қайдағы бір қаншықтардың очки тағып өтірік білімді боп деп айтқан сөздерін емес. Қаншық дегенді мен бұл жерде біреуді балағаттау үшін емес, жалпы біздің қазақта әдебиетте ит тұқымдас хайуандардың ұрғашысын айтады. Осы мағынада айтып жатырмын. Итті қазақта жеті қазынаның біріне кіргізіп қадірлесе, ал кейбір жерлерде достықтың, жақсылықтың қадірін білмейтінге теңеп, ит екенсің деп жатады. Сондай мағынада айтып жатырмын. Солардың бір қайдағы бір бөспе сөздеріне емес, маған подозрение зоб деп диагноз қойылды да, солай анализдер тапсырдым. Ал зоб неден болады? Гормоналдық бұзылыстардан болады. Гормондардың жаңағы қатты жұмыс жасауынан, я болмаса әлсіз жұмыс жасауынан екен. Жаңағындай кейде бізде зоб дегенде көз шығып кетіп, тамақтың ісіп кеткенін айтып жатады ғой. Ал ол гормондардың мысалы жоғарғы жұмыс жасауынан болса, менде гормондардың қызметінің төмендеуінен екен да. Яғни кейде ауа жетпей, біраз уақыт даусың қарылып, сондай болып қалады. Солай подозрение деп анализ тапсырдым. Және де стресс, уайым, ашу, эмоция барлығын жинап тастаңыз деді маған. Денсаулық өзіңізге ғана керек деп. Және дәл қазір мен енді өзімнің қара басыма ғана емес, құрсағымдағы балаға да жауапты болғаннан кейін, қайдағы біреулердің сөзін мүлде құлағыма асқым келмеді да, телефонды арырақ қойып, отбасыммен, бала-шағаммен өзім дем алдым конкретно. Енді бізде қазақта адам өмірден өтсе, өлсе, талқаны таусылды, тұз дәмі таусылды деп жатады. Енді Алланың өлшеп берген өмірі бар, Алланың өлшеп берген тұз дәмі бар. Айналайында енді 30-ға кеп жатырмыз. Әліна қазір кез келген ананың тілеуі былай шығар. Қазір өлмейін шығар. Бала-шағамды біреудің қолына қаратпай, осы бала-шағамның өз қолы, өз аузына жеткенше қасында болып, тәрбие берейін, мына өмірдің қиындығына үйретейін деген ой шығар кез келген ананың мына миында. Дәл солай өмірге келгеннен кейін баланың жауапкершілігі бар. Айналайындар, ешкім мен отбасымдан, бала-шағамнан артық емес. Сондықтан да солай өз-өзіме қарау болды біраз уақыт. Жаңағы оны біреулер басқаша түсініп алып, өзінше жындыны жіберсең еркіне, күнде тұшар бөркіне деп біраз нәрсені түсіп отыр екен, айналайындар. Жоқ болып кетіңдер. Сендерсіз де. Өміріміз қызық. Өз өмірлеріңмен айналысыңдар. Жоқ па өмірлерің, бай бала-шағаларың?
өз өмірлерің түсіріңдер, біреудіңкінде нелерің бар. Солай халқым айналайындар. Аман болыңдар, ауырмаңдар, сырқамаңдар, өздеріңе қараңдар, бос уақыттарыңды бала шағаларыңа арнаңдар. Себебі адам ұрпағымен мың жасайды. Алланың ең саған берген байлығы, аманаты ол сенің денсаулығың. Одан артық ештеңе жоқ. Сол халқым,